Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгін топтамада туысыңа өкпелеме, жақсының жақсылығын жақыны да білмейді. Арнамызбен бірге болыңыз. Ақша қажет болса, бөтен адамдардан сұра. Ақыл керек болса, досыңмен сырлас. Ал саған ештеңе қажет болмаса, туыстарыңа бар. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман сол жақсыны көре алмас. Абысының арызы ағайын сәнін кетірер, ағайынның арызы елдің сәнін кетірер. Әйел алсаң қарабал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайрылса, дүниеде тоғыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрысын. Шал Құлекеұлы. Адамдарды қаны ғана емес, жақсы істері туыстырады. Тоқсары. Біздің барлығымызда жақынымыздың қайғы қасіретін көтеріп алар күш жатады. Франсуа де Лорошфуко. Аңдысқан мына дүниеде біреуге біреу табашы, жігіттің бағы қайтады ағайын жұртын алдаса. Майлықожа Сұлтанқожаұлы. Қарындасқа бұрмағанның қары сынсын. Апасының киген тонын сіңлісі де киер. Туысың дегенде суық қарап еді, қайын атаң дегенде құрақ ұшты. Талабы таудай болғанмен, ағаның сәні інімен, бірлігі болсын туыстың, үйған майдай күбіден. Алмас Алматов. Құт берекең атаң қымбат, аймалайтын анаң қымбат. Мерімді апаң қымбат, асқар тауың әкең қымбат. Қазбек би. Кісімен бірге туыспау керек. Туысқан соң артық сөз қуыспау керек. Әйтеке би. Жағаңа дұшпан қолы тимеске, артыңда туысқанның көбі игі. Шалкез Тіленшеұлы. Абысынның арызы ағайын сәнін кетірер, ағайынның арызы елдің сәнін кетірер. Бұқар жырау. Кей адамдар бүгін тату, ертең қату, тілеуі туыстығы бәрі сату. Абай Құнанбайұлы. Денсаулық ұлы жеңіс, қанағат ұлы байлық. Сенім ең жақсы туыс Будда. Ағайын арасына жүк түссе, қас жаман сынға қағар. Қамқор азамат дәнегер болар. Ғабиден Мұстафин. Біреудің қуанышына қуана алған, қайғысына қайғыра алған, туысынан ізгі адам, үнді даналығы. Ақылсыз болып жаралдым ба, туылдым ба білмеймін, ортаға жала жаппаймын. Ақыл жасқа қарамайды екен, өй ақымақ басым, оларды қызғанғанша, солардан үйренсеңші, мейлі менен кіші болсын, иттің күшігі болсын. Кіші деп менсінбеген атым құрсын. Ақыл сөз. Нығметтің қадірі жоғалғанда білінеді. Әбу Райхан. Көлде жүрген қоңыр қаз қыр қадірін не білсін, қырда жүрген дуада қысу қадірін не білсін. Санасы жоқ жамандар ел қадірін не білсін. Асан Қайғы. Күнді де бұлт қамайды мылқау бұл деп. Жерде де асылдарды құртар күн деп. Көп жабы көлденеңде көсілгенмен, қадірін серіктестің тұлпары білмек. Фариза Оңғарсынұлы. Амандықта қадірі жоқ, алдырған күні білерсің. Денсаулықта қадірі жоқ, ауырған күні білерсің. Қолда бар жақсының қадірі жоқ, айырылған күні білесің дейді. Көп сөйлейтін және аз жұмыс істейтін атақты адамдар тез және із-түссіз жоғалады. Әрекет бұл ұлылықтың қадірі. Сөздің жаны бар, әрі сөз ауызға алла салады. Баршамыз сөздің қадірін түсінуді жазсын. Сұлулық әйелдің бақыты, қадіріне жетпесе соры. Тегін емдеме, тегін емдесе дәрігердің, тегін емделсе науқастың қадірі кетеді. Қанмен сіңгенді қасиеттемесең қадірің болмайды. Мадақтау мен жазалауды қадірін кетіріп жөнсіз қолданба.
Сиыр сипағанды жаман адам қадірді білмейді. Арпалыспен келмесе шынайы азаттық бола ма? Оңайлықпен келсе оның қадірі бола ма? Қадірі жоқ нәрсе қолда ұзақ тұра ма? Ақшаға сатып алуға болатын дүниелер өмірдің кереметтері емес. Егер бақытты өмір сүргіңіз келсе, адамдар мен нәрселерге емес, мақсатқа тәуелді болыңыз. Жер десе дірілдемей болмайды, жер мәселесі өмір сүру мәселесінің зоры. Жер бетінде ақымақтарсыз өмір сүру қызықсыз болар еді. Өмір бір-ақ рет беріледі, сондықтан неге оны пайдалы қылып өткізбеске? Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Мен ең әуелі сырт көрініске назар аударушы едім. Өйткені адам өмірінде оның үлкен мәні бар. Салдыр-салақ адамның іс-әрекеттері сүйкімді болады деп ойлаудың өзі қиын. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Сынық қанат көбелек, ол да өмір іздемек. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды. Ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Өмір кеме, жүзем онда демеңіз, ізгіліктен жасалмаса кемеңіз деді. Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен. Лаборатория аумағымен ғана шектелмейді. Өмірді танумен, еңбек адамның жасампаз ісін танумен кең өрісін табады. Қартаю зергерлі, бірақ ол ұзақ өмір сүрудің жалғыз жолы. Оқы және үйрен, маңызды кітаптарды оқы. Қалғанын өмірдің өзі түсіндіріп береді. Адам жүрексіз өмір сүре алмайтыны сияқты, отансыз да өмір сүре алмайды. Өмірде кездесетін әр қиындықтың бір қуанышы болатынын ұмытпаған жөн. Өзіңіздің істеріңізге өзіңіз сүйсініп қарайтындай етіп өмір сүріңіз. Ақылды адам өмірге бейімделуге тырысады, ал ақылсыз өмірді өзіне бейімдегісі келеді. Өмір парасаттылығы адамдардың парасаттылығынан әлде қайда терең және кең. Айналамызда ерекше заттар көп, бірақ жазушылар бізге қарапайым күнделікті өмірдегі оқиғаларды айтады. Адам анасынан туған күні ғана дүниеге келмейді, өмір сүру барысында мың өліп, мың туылады. Жаман болса әйелің арманда өтер өмірің артылғандай есекке. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, арнамыз дамуын қолдап отырыңыз. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.